бар екен. Бір қарағанда қолдың ұйып қалуы елей бермейтін болмашы нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ оның да жайсыз тұсы көп. Жиі ұйып қала берсе, кейін саусақтардың ұшы ине тыққандай шаншитыны бар. Сосын қолдың ұйып қалуы күз бен қыста көбейеді. Неге? Себептеріне тоқталайық. Біріншісі, шашыраңқы склероз. Бұл жұлын қабықшасына зақым келгеннен, одан тарайтын жүйке талшықтарының қысылып қалуынан болатын жағдай. Яғни, мидан денеге сигнал беруші күші бұзылғанын білдіретін патология. Ұйқышылдық осы аурудың алғашқы белгілерінің бірі. Сонымен қатар, егер бас себепсіз немесе жиі айналса, кейбір нәрсені ұмытып қала беретін болсаңыз, кейде жүрек айнуы, денеде құрысулар, түстерді ажырата алмау байқалса, склероздың алдын алуға асығыңыз. Екіншісі, кеуде немесе мойын омыртқадағы остеохондроз. Омыртқа дискінің қажалу барысында тамыр қысылуынан остеохондроз мазалайды. Бұл аяқ қолдарының ұйып қала беруімен тікелей байланысты кейін таралған ауру. Остеохондроздың симптомдарын басқа аурулармен шатастырмау, ажырата білу өте маңызды. Кеуде омыртқасының тартылып, дыңылдап ауруы кейде шыдатпай кетеді. Остеохондроз кезде қол ұштарының ұйып қала беруі өте көп байқалады. Кейде жүрек ауруында да осыған ұқсас белгі болып, остеохондроз екеуін шатастырып алмаңыз. Жүрек тұсы ауырып, жүрек айнып, бұрқ етіп су шықса, сол қолыңыз ауырып, қатты ұйып қалса, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Үшіншісі, веноздық тромбоз. Тамыр бойында қан ұйып, тұрып қалған жағдайда ағзада қан айналымы баяулайды. Нәтижесінде оттегімен қоректік заттар тиісті жерге, әсіресе аяқ пен қол ұштарына жетпей қалады. Вена қан тамырындағы бұл жайсыздық біраз уақытқа созылса, аяқ қолда аздап ісіну байқалады. Себепсіз әлсіреу, зейіннің нашарлауда осы аурудың салдарынан орын алады. Төртіншісі, қан аздық пен диабет. Бұл екі диагнозда әдетте аяқ қол ұштарына жеткілікті мөлшерде қан бармай қалуына себепші болады. Нәтижесінде саусақтар салқын болып жүреді, мұздап, ұйып қала беретін болады. Қан талдамасын тапсыру арқылы анықтап, ем алған жағдайда бұл жайсыздықтан құтылу аса қиын емес. Бесіншісі, инсульт немесе жүйке тамырының жарақаттары. Бұл қолдың ұйып қала беруінің ең қауіпті себебіне жатады. Егер қолдар ұйып қалу барысында есеңгіреу, бас айналғандай сезім болса, бастың кенеттен қатты ауруы, сөйлеу мәнерінің бұзылуымен көз бұлдырауы қатар байқалса, оқыс қимыл жасауға болмайды. Тез арада дәрігер шақыру керек. Алтыншысы, перифериялық нейропатия. Бұл жүйке сигналдарының денеге берілуінің бұзылуы. Ол екінші типті қант диабеті, B12 дәруменнің жетіспеушілігі және алкоголизм аясында дамиды. Жетіншісі, туннельді синдром. Ол әдетте бір орында отырып, күн ұзаққа тек саусақпен жұмыс істейтін, тоқыма, қарандашпен сурет салу, қорап қаптамасын жабу, оператор тағы сол сияқты адамдарда болады. Күні бойы қайталана беретін ұзақ уақытқа созылған мұндай жұмыс барысында саусақ сіңірлері тартылып, ондағы жүйке талшықтарына салмақ түседі де, буындар іседі, қол ұйып қала беретін болады. Туннельді синдромда әдетте негізі 3 саусақ ұйып қалады. Сегізіншісі, инфекция салдары. Аяқ қолдың ұйып қалуы түрлі инфекция салдарынан да орын алады. Яғни ағзада инфекция болса, байқалатын жағдай. Сонымен бірге Е және П, Б тобындағы витаминдер жетіспеуінен болады. Саусақ ұштары мен аяқтағы